Армысыздар құрметті қырағы көзді, өткір сөзді, жылы жүзді дана халқым. Әрине бұл той жиынның бастауы емес, енді ғана тәй-тәй басып келе жатқан еркін форматтағы ақпараттық бағдарламамыздың кезекті шығарылымы. Жаңалық десе құлақтары түрлі, назарлары бұрылған жұртым. Осы жолы қандай жаңалықтармен келген екен деп асығып отырған боларсыздар. Алдымен Жер ана арнасына, сосын әлеуметтік желідегі басқа да парақшаларыма тіркеліп, әсерлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Тіркеліп болған болсаңыздар, елімізде және жаһанда не болып жатыр екен? Ендеше аңдатпаға бірге шолу жасайық. Көк байрағымыз биікте шарықтасын, қыран бүркіт туымызды көкке көтеріп, халқымыздың рухын оятты. Өзбекстан президенті жаңа жарлыққа қол қойып, 300-ге жуық шенеунікті қызметінен босатты. Жетісу облысында жаға ұстатарлық жағдай. Әйелін бірнеше сағат азаптап, аттың жалынына байлаған, сүйреп айуандықпен өлтірген. Ер адам бұл қылмыстық жағдайды мойындамай бұрмалап отыр. Израиль Сирияға тағы да соққы жасады. Телеарнаның тікелей эфирінде айқын көрінді. Ресейде министрлік өкілі қызметінен босаған күні өлі күйде табылды. Құстарға жаны ашыған Батыс Қазақстан облысының азаматы өз еркімен жұмысынан кетті. 10 жастағы батыр әжетхана шұңқырына құлаған бүлдіршінді аман-есен шығарып алды. Астанада Шанхай базары өртенді. Адамдар аман ба? 92 жасында президенттікке үміткер кандидаттар тізіміне тіркелді. Әлеуметтік желіде бүркіттің аяғына ілінген Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы аспанда желбіреген сәті түсірілген бейне жазба тарады. Кадрда қыран құс көк туды іліп алып, жоғары биіктікке самғаған. Көпшілік бұл көріністі елдік пен рухтың символы ретінде қабылдап жылы пікірлер қалдыруда. Кейбір желі қолданушылар мұны бейбітшілік пен тәуелсіздіктің бейнесі деп бағалаған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөздерінде тудың биікке желбіреуі ел рухының көрінісі екенін бірнеше рет атап өткен болатын. Бұл бейнежазба сол сөздердің бейсаналы түрде шындыққа айналған бір сәті іспеттес. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында жаңа жарлыққа қол қойды. Бұл туралы мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Шерзод Асадов мәлімдеді деп хабарлайды Адырна ұлттық порталының тілшісі. Жарлыққа сәйкес президент әкімшілігімен оған бағынышты құрылымдарда штат саны оңтайландырылып, 284 лауазым қысқартылды. Одан бөлек қайталанатын қызметтер жойылып, функциялар қайта бөлінді. Бұл шешім мемлекет басқару жүйесінде тиімділікті, белсенділікті және нәтижелікті арттыру шаралары туралы президент жарлығымен бекітілді. Еске салсақ, 2024 жылдың желтоқсанында Өзбекстанда жұмысқа жауапсыздығы мен салғырттығы үшін шаруашылық кешенінің 297 басшысы жұмыстан босатылған еді. 2025 жылы 7 шілдеде Ресейдің көлік министрі қызметінен босатылған Роман Старовойт Мәскеу маңындағы Одинцово қалалық округінде өлі күйінде табылды. Бұл туралы Ресей Федерациясы тергеу комитетінің баспасөз қызметі айтты деп хабарлайды Адырна ұлттық порталының тілшісі. Ресейлік Бақ пен Телеграм арналарының мәліметінше Роман Старовойт Мәскеу облысының Одинцово қаласында өзін атып өлтірді деген болжам бар. Басылымдар өз дерек көздеріне сілтеме жасайды. Кейін мемлекеттік думаның қорғаныс министрінің басшысы Андрей Картополов РТВ арнасына Старовойттың өз-өзіне қол жұмсағаны туралы ақпаратты растады. Старовойт көлік министрлігі қызметіне 2024 жылдың мамыр айында тағайындалған болатын. Бұған дейін ол 5 жылдан астам уақыт бойы Курск облысының губернаторы болған. Қазір мен топырақ итерсем,
Аналардың бәрі шырылдап маған қарай ұшады. Погрузчиктің кәдімгі лобовойына соғайын деп тұрды. Ей адам, не болды саған деген, сондай қатыгез болып кеттің бе? Яғни тен кезде погрузчиктің ішіне бір құс ұя салып кетіп, американецтер көріп соны погрузчикті қоршап тастады ғой. Жүруге тыйым салып, пока ана құстар шыққанша балапандар. Соған дейін погрузчик қыздыруға рұқсат берген жоқ. Ама мен қалай көмемін ана? Ана жақтан бастап көміп келе жатырмын. Кеше осындай қарлығаш ұя салып тастаған трансейлерді мен көмбей кетіп қалдым. Тап қазір жұмыстан шығарып жіберсең де, мен көме алмаймын. Батыс Қазақстан облысындағы бұрынғы жүктеуші Асқар Иманғали газ құбырына арналған траншеяны қарлығаштың ұясы салынғандықтан көме алмаған. Осы себепті ол өз еркімен жұмыстан кеткен. Алматы облысы Іргелі ауылында 3 жасар қыз әжетхана шұңқырына құлап кеткен. Оқиға орнында болған жергілікті тұрғын мен оның 10 жасар ұлы Әлихан дереу көмекке ұмтылған. Әкесі шұңқырға түсе алмаған соң, баласы өзі түсуді ұсынған. Әкесі баласының беліне арқан байлап шұңқырға түсірген. Сөйтіп Әлихан бүлдіршінді аман алып шықты. Жетісу облысы Ақсу ауданы Баласөз ауылында 32 жастағы Айзат Жұманова күйеуінің қолынан мерт болды. Айбар Жанболат әйелін өлтірді деген күдікке ілінді. Туыстарының айтуынша ол әйелді 2 жасар қыздың көзінше айуандықпен ұрған. Олардың нұсқасы бойынша Айзатты ер адам бірнеше сағат азаптап, кейін далаға сүйреп апарып, аттың жалына байлаған. Ми жарақаты, церебральды ісіну, жамбас сүйектерінің, аяқ-қолдардың, бас сүйегінің негізі сынуы, сондай-ақ көптеген сырық байламдардың үзілуі анықталған. Терісі сырылғаны сонша еті көрініп тұрды дейді. Алайда ер адам әйелі селфи жасап жатқан сәтте 2-ші қабаттың терезесінен құлап кетті деп ақталған. Жәбірленуші Талдықорғандағы облыстық ауруханаға 22 маусым күні түнгі сағат 2:30 шамасында жеткізілген, бірақ ол бұл уақытта өліп қалған. Қылмыстық кодекстің 106 бабы 3 бөлігі абайсызда адам өліміне әкеп соққан денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Марқұмның отбасы бұл бапты ерекше қатыгездікпен өлтіру бабымен өзгертуді талап етті. Қайғылы оқиғаның куәгері болған баланың психологиялық жағдайы ауыр. Туыстары қыз сөйлемей қалғанын, қараңғыдан қорқып анасын іздейтінін айтады. Әйелін айуандықпен өлтірген Жанболат Айбар 2024 жылы Жетісу облысы Ақсу ауданы Арасан ауылдық округі Қапал ауылының әкімінің сайлауына қатыспақ болған. Израиль Дамаскта орналасқан бас штаб ғимаратына әуеден соққы жасады. Бұл сәт телеарнаның тікелей эфирі кезінде түсіп қалған. Кадрда жарылыстың қатты толқынынан студия шайқалып, жүргізуші шошып кеткені байқалады. Айта кетейік, 15 шілде күні Израиль армиясы Сирияның оңтүстігіндегі Эс-Сувида өңірінде үкімет әскері нысандарына соққы жасаған. 92 жастағы Камерун президенті Пол Бия алдағы президент сайлауына кандидат ретінде ұсынылды. 2025 жылғы 12 қазанда өтетін президенттік сайлауға өз кандидатурамды ұсынамын. Біз бірге кез келген қиындықты еңсереміз, деді ол X әлеуметтік желісіндегі парақшасында. Айта кетейік, Пол Бия Камерунның 2-ші президенті 1982 жылдан бері елді басқарып келеді. Соңғы рет ол 2018 жылы сайлауда жеңіске жетіп, 71,28% дауыс жинаған болатын. Reuters агенттігінің хабарлауынша, егер Бия қайта сайланса, оның президенттік өкілеттілігі 100 жасқа дейін жалғасуы мүмкін. 18 шілде күні Астанадағы Байқоңыр ауданында орналасқан Шанхай базарынан өрт шықты.
От лезде тарап, ғимараттың аралық қабырғаларының бір бөлігі құлады. Оқиға орнына жедел түрде өрт сөндіру штабы құрылып, 165 маман мен 62 техника жұмылдырылды. Абырой болғанда зардап шеккен ешкім жоқ. Құрметті достар, әлеуметтік желіден жинаған жаңалықтарымыз осымен тәмам. Келесі желі жаңалықтарында жүздескенше аман сау болыңыздар. Арнамызға тіркеліп, пікір қалдырып, лайктарыңызды басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізді шабыттандырады.